Sen 40'қа келдің, 4 бала шағаң бар. Сен болса әлі күнге дейін қатындармен қаңғырып жүрсің. Не үміт? Не үміт? Сөйлемеші маған, мен сені вообще тыңдағым келмейді. Бар ана жаныңа. Құдай білет, жаннадан басқа да қатындарға барып жүрген шығасың, шексұрын. Аузыңа енді оттама. Немене? Мен ұрмақсың ба сен? Давай, ұр! Жетпеген сол енді. Бала шағаның көзінше ұр, давай. Ерлан, мен сен дәл осындай санасыз деп ойламаппын. Аузыңды жап. Аузыңды жап деймін, мен саған аузыңа енді оттама! Өзің жап. Болды! Мен енді ары қарай шыдай алмайым. Ажырасам. Не ажырасу оңай дейсіңдер ма сендер? Әлде отбасы деген ойыншық па сендер үшін? Жарайды, қай-қайдағы жоқ біреу үшін ажырастыңдар. Ертең бала-шағалардың тағдыры не болмақ? 4 бала-шағаларың жетім өссін дейсіңдер ма сендер? Осындай бала-шағаға жете алмай жүрген қаншама отбасы бар? Соның бірі мына біз. Біз Маржан екеуміз 6 жылдан бері бір перзентке зар болып жүрміз. Әр күнімізді, әр таңымызды үмітпен қарап, әр түнімізді Құдайға жалбарынумен өткіземіз.